деп айтқан адам емеспін. Тек әзіл ретінде мен комплиментімді ғана айтам, болды. Одан кейін, бүгіннен кейін ол нәрсені қайталамаймын деп отырмын. Қайта-қайта қазудың қажеті жоқ. Баласахан мына жерде үміткер Ақерке сөздерін кішкене түсіңкіремей отырмын. Мен енді соңғы күндері Нұржанмен қатты жақын болып араласып, ішіндегісін ақтарып жүрген жігіт еді, қасымда жүріп ше. Енді білмеймін, стримде отырған кезде де былай стористерінен көріп қалсақ та, мен Нұржанға звондап қалған кездерде де жаңағыдай мені неғып еркелетпейсің деп жатыр ғой. Ондай мені еркелетпейсің деп мұқтаж болатындай ол жерде мұқтаждық көрген жоқпын. Нормально айтатын нәрселерін айтады. Саған да Ақеркежан айналайын, о деп айтады. Мысалға өткенде сен пранк жасаған кезде де жаны ұшып саған звондады, Астанаға кетіп қалайын деп жатырмын деп айтқан кезінде ше. Сол кезде жаны ұшып звондаған болатын. Сондай адамға енді мынандай әңгімеге айтып тұрсың да, басқаларға комплимент айтады деп. Ол не үшін бұл жерде әзіл сөз, күлмекке жақсы дейді. Әзілдесіп айтқан нәрсесіне отчет беру керек Ақерке. Оразғали, сізден сұрайыншы, сіз мысалыға Гүлвирадан басқа қыздарға комплимент айтасыз ба осы жерде? Мысалыға жаңа Диора шықты, сіз айттыңыз ба? Маяға айттыңыз ба? Диораға айтқан жоқпын, Маяға да айтқан жоқпын, бірақ сіздің ситуацияны сравнение. Мен сізді менімен өзімен салыстырған жоқпын. Сіздің отношениеңіз бөлек, екеуіңіз бөлек адамсыздар. Мен Гүлвирамен бөлек адам. Вот емен, онда айтпаңыз вообще. Жоқ, мен көрген нәрсемді айтып отырмын. Неге жақтап отырсыз? Жоқ, жақтап отқан жоқпын. Көрген нәрсемді айтып отырмын. Маған екеуіңіздің отношенияларыңыз, сіз маған әшейін таныссыз. Нұржан осы жерде қатысушы, мен досым болғанмен, екеуіңіздің араларыңыздағы отношения ол өздеріңізге керек, маған түкке де керек емес. Сондықтан мен просто көрген нәрсемді ғана айтып жатырмын. Керек емес болса, онда вообще лучше айтпаңызшы ештеңе. Бір толковый нәрсе айтыңызшы. Ақерке. Я Баласахан негізі жаңа Ақерке айтып жатыр ғой. Негізі бұл кісінің болмысы сондай ма, или осы жерге келіп өзгеріп кетеді ма деген сияқты. Адам баласының жалпы болмысы, ол деген білмеймін, ол тума біткен дүние ғой, енді білмеймін, оның жаңағы әзіл қойлығы, басқасы ол тума солай туылған шығар мысалда, күлкілі адам болып та. Бірақ енді бұл жерге келіп өзгеретіні, ол хақ нәрсе, бірақ сырттан мен өзім жеке басымен айта алмас едім. Нұржан барып біреудің қолын ұстады, біреуге барып подкатывать етті деп. Нұржанның арқасы именно осы студияның ішінде ұстап қалады. Сенің әрекетің, сенің жаңағы басқаларға бір қылмыңдауың осы жерде ғана ұстап қалады. Білмеймін, ол нәрсе андай ғой. Негізі ер азамат қыз баласын сыйласа, құрметтесе, жақсы көрсе, біраз қыздың жалпы бір бабник жігітпен отношениясы болған шығар деп ойлаймын. Ол еркек адам танымастай дәрежеге дейін өзгереді деп ойлаймын. Сенде, значит, андай ғой. Біз бәріміз осы сіз білесіз, сіз менмен де ұрысқан болатынсыз, Нұраймен де ұрысқан болатынсыз. Сол кезде біздің түсіндіргіміз келген нәрсе сол болған. Біз қыз баласы ғашық болған кезде бізде көзімізде очки тұрады да, біз көрмейміз, ал сырттан келіп жатқан әңгіме бізге жаудан келіп жатқан әңгіме сияқты болады. Бірақ біз жанымыз ашып, енді Нұржан да кінәлі емес шығар ол нәрсеге. Бірақ андай ғой, екеуіңізде ең басында отношенияның сізде де Нұржан бұлай істемеде, Нұржанда да қысылып, Ақерке қате түсініп қалады ғой, бұлай істемейін деген нәрсе болмаған. Сол үшін конфликт осылай деп ойлаймын. Зарина. Баласахан, мен мына жерде енді Ақеркенің бір әдемі арақатынасты өзінің арақатынасымен шатастырып, Сержан ағаға айтқысы келген нәрселер Нұржанға айтып жатқан сияқты болып көрініп жатыр да. Себебі шынымен де қазір қыз баланы көтеріп Нұржанды түсіріп тастаған сияқты болып та, нормально арақатынасты бұзып жатқан сияқты болып тұр. Енді розовый очки киіп, қыздар осындай боламыз деген сияқты. Негізі екеуі бір-бірін түсінетін сияқты сыртта. Просто тек эфирдегі сол қыздарға бір кішкене комплименттер ғана ұнамайтын сияқты. Әйтпесе Ақеркеге нормально болып тұрған сияқты. Тек осы бақыт тілеп бір қайта жарастырып жіберудің орнына екеуі енді бір-бірі үшін тырысып жатқан кезде сен одан сайын күліп жүрген сияқты болып тұрсың. Енді таныстықты тоқтатамын-ау, үн-түнсіз кетіп қаламын-ау деп Ақерке өзі айтты да. Мен екеуің айырылысып кетіңдерші, что-то екеуің вообще жараспайсыңдар деген әңгіме қозғаған жоқпын негізі біріншіден. Екіншіден енді Сержанға айта алмаған әңгімелер деп тұрсың ғой. Сержанға мен әңгіменің бұдан 10 есесін де айта аламын, бетіне де айта аламын, өзіне де айта аламын. Осы жерде отырып ол жоқ кезде де айта аламын, бар кезде де айта аламын. Мен бір адамнан қорқып, ішімде бір жұтып қалып, бүгін түсінер, ертең түсінер деп жүрмеймін. Бұл жерде просто қыз баласының қателігі ретінде мен ең көріп тұрмын. Қыз баласында мен айттым, Ақерке сенікі де дұрыс емес, себебі сен басынан басап өзің айтқан жоқсың. Маған мына тірлік ұнамайды, маған ана тірлік ұнамайды деген сияқты. Менде де болған отношенияның басында мен де ойбай, бұл еркек кетіп қалса мен не істеймін, мен өмір сүре алмаймын деген сияқты қылып, мен де жұтып қалатын моменттерім болған, көп айтқым келетін сөзді. Бірақ мен одан кейін уже уақыт өте келе түсінгенім, кететін еркек ондай нәрсе болмаса, мысалы қараш, Ақерке ештеңе айтпайды оған, минусын да айтпайды, ренішін де айтпайды, студияға келеді мәз болып өзінің қасындағы адамын жақтап отырады. Сондай Бар ойыңызға не түседі қазір? Ақеркеге қарап тұрып айтыңыз. Бізде сезім айтылатын кезде осылай свет өшетіні бар. Ақеркежан айналайын деп бастайшы. Ақеркежан айналайын. Күлкіге айналдырмаңызшы, қатысушылар шуламай тыңдап, сезімге беріліп айтсаңыз жақсы. Жоқ, Ақеркежан айналайын, білесің, менің саған деген сезімдерім. Ақеркеге қараңызшы.
қандай ақ қандай пәк екенін білесің. Сыртта да айтып жүрмін мен саған ол нәрсені. Иә, комплимент деген қызға айтылу керек шығар, бірақ мен оны сырттағы маған керек емес адамдарға айтқан екенмін осы уақытқа дейін. Енді бүкіл комплименттің бәрі саған айтам. Сен мені дұрыс түсін, енді ондай нәрсе қайталанбайды. Ақерке, мен сені жақсы көремін. Жоқ, кешірім сұрамаңыз. Кешірім емес, бұл сезім деп айтады да. Сіз ақталып жатсыз. Сіз қазір нақты ақталмастан неге Ақерке ұнайды? Бірінші келген күннен бастап қандай ойдасыз? Барлығын айтыңыз. Ақерке, сен маған бірінші келген күннен бастаға ұнағансың. Және ұнай бересің. Бізде әлде алда бақытты күндеріміз күтіп тұр. Болмашы нәрсеге бұлай тоқтатам дегенің енді керек емес. Енді саған бәрібір ақталып кете беретін сияқты. Ақерке қандай айтыңызшы? Ақерке өте әдемі, өте керемет. Мөлдіреп кіріп келеді, кіріп келеді. Ақерке, сен әдемісің деп айтсаңызшы. Ақерке, мен сені көргенде деп бастап. Ақерке, сен өте әдемісің. Мен сені көргенде бір өте өмірімнің мәнін көргендей болдым. Өмірімнің мәнін көргендей болдым. Сен бірінші кіріп келген күннен ақ мен осы қызбен жұп болам деген ойда болған менде. Болды ау, мен таусылып жатырмын ше қазір. Еркелеткенде. Қажеті жоқ деп ойлаймын. Шын жүректен айтпаған нәрсе ол шықпайды. Мысалыға басқа қыздарға ода сразу автоматически шығады екен да, көзі жайнап, осылай мая жан, мая қыз деп айтады да, маған дегенде сөзі жоқ. Свет жаға салайықшы, айқай болады. Жанбайтын сияқты. Нұржан, қолда барда алтынның қадірі жоқ дейді. Негізі, мен сізге айтайын, сізге бір жай басылып, тоқтап, ойлану. Үшін кез келген ер азамат әзілді қойып, бір уақыт шынайы сезіммен көңіл бөлу керек, айту керек. Олай болмаса қыз баласы сенбейді. Олай ғой, негізі мен сезімді айтамайтын адамым. Мен жақсы көрсем, мен сен күйем сүйем деп айта салмаймын. Айта да алмаймын, ялам мен, шынымды айтайыншы. Мен бәрін әзіл қой жігіт болғаннан кейін мен бәрін әзілге айналдырам. Бірақ енді мына жерде қандай бір түрлі да мысалға. Жоқ, Нұржан, қараңызшы. Басқаларға Қыз баласы, сіздер елдің көзінше, сіздер бар жақсылықтарыңызды айтып. Қалатеріңізді айтасыздар, әзілді айтасыздар, бірақ сезімде айтылу керек. Оған да үйрену керек болады. Себебі қыз баласы болғаннан кейін, ата-анасы бар болғаннан кейін, барлығы көріп отыр. Ол да қалайды сізден бір жылы сөздерді естігісі келеді әзілден бөлек. Айтайыншы, әзілден бөлек андай болады ғой, ер азаматының қолдауы деген. Өмірде мен мысалға Нұржаннан ондай байқамайым. Ана жылы андай болды да, мысалы мен Бекзат пен Жәнібектен кішкене қолдау көрдім да. Ер азамат ретінде олар мені кішкене андай жұбатып, алдайды ғой, мысалы қыз баланы. Сондайды байқадым негізінде, дос ретінде, адамгершілік ретінде. Ал көбінесе Нұржандың мысалға ұнамайтын нәрсесі, ол гүл бермеген емес, свидание жасау емес. Мен оны түсініп келем, осы күнге дейін түсініп келе жатырмын, мысалға әзілдеріне, достықтарына көз жауып келе жатырмын да. Бірақ андай болады, мысалы мен өзімді айталам, мен мықты қызбын деп та, өмірде. Көп нәрсені мен қазір Алматыда жалғыз болғанымен, мен оны білдіртпеймін ешкімге. Мен өз сұрақтарымды өзім шешіп жатырмын да. Бірақ та Нұржанның қасына келгенде мен өзімді андай бір қыз ретінде, қорғанның астында ретінде сезінгім келеді да. Бірақ та ондай қорғанды мен сезінбеймін. Ол маған көбінесе айтатын нәрсесі, сен болмайтын нәрсеге ренжисің деп, менің ренжіген нәрсемді уже андай обесценивать етіп тастайды. Ал сол жерде Бекзат пен Жәнібектің жүгіріп, мен такси шақырып қойдым өзіме.